Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен матрицалық заттарды салатын қорап жасаймыз. Ең алдымен керекті өлшемдерді қатырма қағаз парағын дайындап аламыз. Өлшемі 15 және 20 см болатын тік төртбұрышты сызып аламыз. Сызғышпен жан-жағын 6 см өлшеп, сызық жүргіземіз. Бұл қораптың бүйір қабырғалары. Қораптың тереңдігі қабырғаларының өлшеміне байланысты болып келеді, сондықтан қораптың тереңдігі 6 см болады. Осылайша қораптың барлық жағын сызып аламыз. Бүйір жақтарынан 2 см қағаз жолағын қалдырамыз. Жан-жағын сызып 2 см болатындай қалдырамыз. Дайындаманы қиып аламыз. Қораптың қақпағын дәл солай жасаймыз. Қақпақ қораптың түбінен 0,5 см үлкен болуы керек. Қақпақтың желімдеместен бұрын оны қорапқа сай келетін тексеріп аламыз. Бүктеулерін қайшымен басып, сызықтардың үстінен қайырамыз. Қақпақтың үлгісін дәл солай жасаймыз. Оларды ұқыптап желімдеп, қораптың қақпағында желімдейміз. Қорабымыз дайын. Қорапқа қағаздан қиып алынған дөңгелектерді желімдесең, ол өзгере қалады. Қорапты қағаздан жасалған гүлдермен не бантпен әшекейлесең, өте әдемі көрінеді. Назарларыңызға рахмет.